Армысыздар, қадірлі тыңдармандар. Бүгін біздің сұхбатымыздың қонағы Қазақстан еңбек ері атағының иесі, Аманат партиясының мүшесі, Республикалық қоғамдық бірлестіктің мүшесі, Ұлытау облысының құрметті азаматы Макишев Тұрсынбек Жамболович. Қош келдіңіз. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Бүгін арамызда бір сүбелі сұхбат болады деген ойдамын. Енді өзіңіз туралы бірер ауыз айтып өтсеңіз. Мен енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, атақтарымды. Мен құрметті кеншімін, еңбек өтілім 35 жыл жер астында. Қазіргі таңда мен енді жердің бетінде жеңіл жұмысқа ауысып, денсаулықтың әсері бар дегендей мастер болып жұмыс істеймін қазір. Бірақ сол Қазақмыс корпорациясының ұжымындамын әлі. Өзінің жезді елді мекенінің тумасымын. Сонда туып өсіп, әкемнің жұмыс бабымен осы ол уақытта Жезқазған облысы, соған ауысып осы қалаға көшіп келу керек болды. Сол енді қазір 40 жылдан аса осы Сәтпаев қаласының тұрғынымын. Сәтпаев қаласының құрметті азаматымын. Енді өзіңіз айтып отырсыз, 35 жыл кенші болып қызмет атқарған екенсіз. Бұл үлкен еңбек, үлкен жауапкершілік. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз баланы еңбекке баулу. Өзіңіздің отбасыңыздағы қарапайым қағидаларды сөз етсек, енді өмірбаяныңызды оқып отырсам, 3 баланың әкесі екенсіз. Енді отбасыңызда қандай бір еңбекке баулуды қалай түсінесіздер? Ол қай жастан басталу керек? Енді халқымызда сөз бар ғой, бала жастан деген. Осы жастайынан баланы еңбекке баулығанымыз дұрыс па? Әлде бір белгілі бір жасы бар ма баланың? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіз. Біздің өзі қазақ бір ұлы халықпыз ғой, біздің салтымыз, дәстүріміз, мысалы басқа ұлттармен енді өзі қараймыз ғой, жоқ қой. Біздің жеті атаңның өзі қайда жатыр? Ал енді еңбекке баулу дейді, баланы жастайынан деген, тағы бір қазақтың өзіміздің бір дана халықпыз, дана соншалықтан жаңағы бір ұғым деуге болады, бір ұстаным деуге де болады, бір баланы 7 жасқа дейін патшадай сыйла дейді. 7 жасқа дейін баланы беттен қағуға болмайды. Бұл біраз ғасырдан келатқан дүние. Сонда 7 жасқа дейін баланың мінезі, өзі ұстанымы барлығы 7 жасқа дейін бекітіледі екен. Содан мынау 7 жастан 14 жасқа дейін құлыңдай жұмса дейді. Бұл енді өзі тағы бір қазақтың мақалы бар, балаңды аясаң аяма дейді. 7 жастан 14 жасқа дейін сүйек қатайып, еңбекке баулып, шымырландырып бір қазақтың өзі бұл. Енді айтып отырмын ғой, біздің салтымыз болсын, дәстүріміз болсын, ұстанымыз болсын, соншама мықтылығы 14 жасқа дейін баланы жұмысқа салу керек, дұрыс па? Жұмсау керек, жұмсау білу керек ол. Жай шапқылап қоя бермей. Енді ары қарай 14-тен ары жақ сырласың болсын дейді бала. Көбінесе бұл жерде ұлың дейді, жаңағы. Ұл ғой, біз ер атадан тарағаннан кейін көбінесе ұлдың тәрбиесіне қатты не бөлген өзіміздің. Мынау Қазекеңнің тағы бір көн былай несі өзі адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Әр ата-ана өзі ұрпағын тәрбиелеп, саналы ұрпақ тәрбиелегенге бейімделеді ғой. Енді сіз бала ең алдымен жалпы қандай осы тұрмыстық дағдыларды үйренгені дұрыс? Тақырыбымыз еңбекке баулу ғой. Алғашқы тұрмыстық дағдылар қандай болу керек? Баланың үйренетін. Бұл енді баланы, мысалы, өзі бізде жаңа айтамын, өзі отан дейміз, қайсысы болсын бізде бесіктен ғой барлығы, дұрыс па? Отбасыда. Барлық бірінші басқан қадам, қоғамға шыққанда да бала отбасынан не тәрбие алады, сонымен шығады. Сондықтан мынау үйдегі дастарханның басындағы әңгіменің өзі баланың тәрбиесіне,
баланың мынау жүріс тұрысына әсер етеді. Кейбір кездерде бір байқайсың, бір бала шай ішіп болғаннан кейін, ай, дұрыс емес екен негізі. Саңылау бала дейді, саңылау құлағымен мынау ата анасының сөйлеп отқан әңгімесін барлығын ол негізі ұғу керек екен. Болашағында керек. Өйткені өткенде бір үлкен кісілер бар ғой әлі, солардың айтатын қазір дұрыс істемейді дейді. Байқаймын дейді, немерелерді ақырын ғана шеттетіп жібереді, анау ұл мен келін өзі қалады дейді. Ол дұрыс емес екен. Баланы аяғына дейін мынау дастархан бата бергенше, дәм қайырғанша болу керек. Әңгіме енді баланың өзі ары қарай шыққанда да тағы бүкіл тәрбие отбасынан ғой, мына ата анасының қарым қатынасы, ата анасының айтқан сөзі, дұрыс па? Барлығы бала құлақтан қағып отырады ғой. Тәрбие тал бесіктен дейсіз. Біз қандай болсақ, баламыз да сондай болады. Енді сіз ата-ананың осы жеке үлгісі еңбек тәрбиесіне қалай әсер етеді? Сіз жаңа айтып өттіңіз, 35 жыл кенші болып қызмет атқардым дедіңіз. Енді осы жолыңызды қуған балаларыңыз бар ма? Осы еңбек үлгіңіз қалай әсер етті балаларға? Соны айта өтсеңіз. Негізі менің отбасылық серігім жаңағы ұстаз. Ол кісіде 30-32 жыл еңбек өтілі бар ма? 33 екен. Сондай. Сосын мынау балаларға, ұрпаққа мынау жаңағындай еңбекке деген бір бақыт беретін, бұл әрине ата-анасының жетістігі. Дұрыс па? Мақтанады ғой. Мысалы мен бұл еңбек атаққа ие болардың алдында кенші төсбелгілеріне ие болған. Бәленбай марапатым бар, мадақтама қағаздарым бар. Соның барлығын көргенде бітті баланың өзі кішкентай өзіне түсінеді ғой, ол не екенін. Мектептегілерді мадақтама беріп, марапаттағанда барлығы бір-бірімен бәсекелесіп жарысады ғой. Соны қарап отырып, сол әкемнің мынасы бар екен, анамның анасы бар екен дегендей, сол өзі сол алға қойып бір мақсат болады ғой бәрібір. Папам сияқты, әкем сияқты болсам ба дегендей оймен. Сосын енді бұл 35 жыл еңбек өтілі деген енді әрине бұл көп уақыт. Көп уақыт. Балаларға енді мен өзім кенші болғаннан кейін кеншінің еңбегін білем. Соны қатты балаларым жұмсағым келмеді негізінде. Кеншіге жер астына. Өйткені бұл зияннан бұрын қауіпті ғой. Табиғат қой, табиғат. Қанша жерден, 10 жерден адам баласы оны жаңағы қауіпсіздікті дұрыстағанымен табиғат апат құлап кетсе дегендей болады. Ол ескертпей, мен көрдім ғой, көз алдымда болған дүние біраз бар. Сондықтан қимадым да негізінде қазір үлкен ұлым сұранып жүр, енді ол өз мамандығымен жұмыс істеп отыр. Экономист, технический де білімі бар, техникалық. Жер астына енді бір шешім шештік, былай енді баратын сияқты болып тұр. Сіздің өткен жолыңызды бір басып көрсем дейді. Бір көрейін дейді. Ау, сіз айтасыз, дейсіз, мен көз алдымда болар. Не дейді? Елес, фантазия дейді. Соны бір көрейін деді. Соған Алла бұйыртса. Ата-анамыз біздің алғашқы бағыт бағдар берушіміз. Дегенмен де солардың жолын қуғым келеді. Жақсы, енді осы қазіргі таңда, енді қазіргі қоғамның дерті дейміз бе, жаңағы балалар еңбекке құлшынысы азайып бара жатыр. Көбіне байқаймыз, оның бір себебі жаңағы смартфондардың пайда болуы, ғаламторлық желі дейміз. Енді осы баланы мәжбүрлемей, қалай біз еңбекке баулай аламыз? Көбіне жаңағы мәжбүрлеп, ананы істе, мынаны істе, ұрыс-керіспен, әзер дегенде балалар тұрып сол шаруасын істейді ғой, соны қалай басқаша баланы еңбекке баулай аламыз? Негізі еңбекке көзқарастар жаңа айтып отырсыз, өзіңіз қалай жұмыс істетуге, бұл ата-ананың негізі. Бұл жерде ата-ананың кінәлаймын мен. Мен енді өз отбасымда айтайыншы, мысалы жаңа айтып өттім ғой, жолдасым ұстаз, бізде жаңа смартфон болсын, сотка болсын, бұның барлығы бізде өзі ұстай қоймайды, көзге түсе қоймайды, қолдарында немен. Ана жерде диванда шалқайып жата қоймайды. Себебі оған жаңағы сөгіс болады.
сөгіс болғанды біледі, болмайды екенін. Өйткені сол біздің отбасымыздағы сол тәртіп сондай. Сондықтан тағы бір, бұл бірінші болса, екіншісі, мысалы енді балаға алып беретін бұның барлығын ата-анасы ғой, дұрыс па? Ата-анасы алып береді, ата-анасы еркелетеді. Енді соны бір шамалы қатаң бір мінез көрсету керек қой. Бала дұрыс бағытталып еңбекке деген бір жаңағындай, бұл өзі көп жерде сол ата-ананың кінәсі. Сосын бұл бір айтып қалады ғой, бір жаңағы сондай бір балалар бар ғой енді, бұл сен сұрақ қойып отқаннан кейін қоғамда ондай қазір дерттеп отырсыз ғой, дерт. Сонда кейбір кезде бір жаңағы енді аналары ерке ғой дейді. Негізі осы ерке деген сөздің түбі мағынасы бұл тәрбиесіздік. Түсінесіз ғой, еркелік деген соң былай вседозволенность орысша. Дұрыс па? Анаған барып ыңқылдайды береді, мынаған ыңқылдайды береді. Ерке деген ол сонда тәрбие жоқ деген сөз, тәртіп жоқ ол. Енді бірақ жаңағы айтып отырмыз, заман талабы ғой ол. Ешкім баламызды ешкімнен кем қалып қойғанын қаламаймыз. Бірақ әр отбасында өзіңіз айтып өткендей ереже болу керек, тәртіп болу керек, белгілі бір уақытта ұстағаны дұрыс. Сонда ғана бала жаңағы еңбекке жақынырақ болып өседі. Енді өзіңіз Жезді ауылында кентінде дүниеге келдім дедіңіз. Сол ауылда балалық шағыңыз өтті, жасөспірім шағыңыз өтті. Енді осы ауыл баласымен қазір өз балаларыңыз қалада өскен, қала баласының еңбек дағдыларында бір айырмашылықтар бар ма? Қандай айырмашылықтар байқадыңыз өзіңіз? Ауыл тұра тұрайық, ауыл мысалы осы қалада көп қабатты үйлер бар, жер үйлері бар. Мына бізде Сәтбаевта мысалы қазақ ауыл, мына жер үйлері, мына көп қабатты, 5 этаж, 5 қабат па қанша. Сол екі салада өскен балалардың өзінің айырмашылығы болады. Себебі 5 қабатты үйдің балаларын енді 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерлер, одан былай қатты қимыл жоқ деген сияқты физикалық еңбекке. Жерде тұратын баланың оның жаңағы ауласы бар, сыпырады, тазалайды, қары бар, огороды бар, қазатын, егетіні бар, оның барлығын енді жұмсаймыз ғой. Мысалы мен өзім кіші ұлым, бұрын үлкен ұлым еді, қазір кіші ұлым қазады. Өзімен жер үйде тұрып, мен өзім шамалы кейбір кезде өзімді кем санап қаламын. Маған жаңағындай жұмыс қалмайды. Айналайын, мен шамалы былай бір кемалдайын деп едім деп, папа сіз былай шамалы коттеджіңізді айналып келіңіз дейді, жай үлкеннің айтатын. Сол да сізге жетеді дейді. Мынаны өзіміз істейміз ғой дейді. Мен бір терлеп өзім былай істегім келеді. Бұл да енді өзімнің тәрбием берген балаларым. Маған жаңағы огородты күрек ештеңе ұстатпайды. Бірақ өзім жақсы көремін. Жер, бұл айырмашылық сонда. Сосын көп жерлерде мысалы мынау білім, оқыта береді, балаларын оқыта береді. Үйірме, қосымша деп, ол енді білмеймін. Мектепте беріп отқан білім жетеді деп ойлаймын өзім. Оның үстіне оқия бергеннен. Енді ол әркім өзіне қожа ғой. Бірақ баланың жаңағындай еңбекке баулу, еңбекке жұмсау, еңбектендіру, шымыр қылдыру, бұл ертең өзінің болашағында қиындау болады ғой. Түсініп отырсыз ғой, былжыраған баладан не сұрайсыз, ертең әскерге де барады, ол жақта да көрініп қалады әлсіздігі. Ал енді ауылды бізбен салыстырсаңыз, ауылды жаңағы, мен енді қаланың ішінде жер үймен көп қабатты екеуін бөлсем, ауылдікі олар еңбегі, олардың бөлек, олардың еңбегі зор. Ауыл шаруашылық, малы бар, шөбі бар, қорасы бар, суы бар, барлығын қолмен, денемен, жастайынан олар ерекше болады. Өзі қазақша айтқанда жасты балаларды салыстырсаңыз, ауылдың баланың қолы қолғадай болып шықырланып тұрады ғой. Жақсы, енді өзіңіз айтып отырсыз, ауылдың балалары жаңағы еңбекке ерте жастан атсалысады, ерте жастан шымырланады олар дей тұра, бірақ жаңағыдай қалада болсын, ауылда болсын, физикалық тұрғыдан еңбек ету ол еш кедергі емес, ол барлығы ата-анаға байланысты, балаға бағыт бағдар беруші ол ата-ана. Жақсы, енді қазір келесі сұрағым, көп ата-аналар балаларын жаңағыдай ынталандыру үшін
ақша береді. Сен мына істеп келсең, мен саған ақша берем, мына істі орындасаң ақшалай сыйлық берем деген секілді солай еңбекке баулиды. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай? Жоқ, бұл дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес. Мен бұған аяқ қолымды көтеремін, қарсымын. Себебі ал енді сол бала мысалы енді 12 жастан бастап жұмсады дейік, 12, 13, 14, 15, бұл әбден дағдыланып бір қадам басса ақы сұрайды, бір күн ертең есейгенде не болды, ол ақысы жүрмейтін бала бар, ол қате. Бізде өзі бұл негізі психологтардың жұмысы ғой негізі. Психологически бұл баланы дайындау керек. Ол қалай, мысалы мен анау тойларда да болсам, мен қарсымын. Баласын шығарады, өлең айтқызады, жарайды, енді бір несі дарыны бар шығар, айтсын. Енді соған жапырлап жаңа ақша бергенде мен ұната қоймаймын. Иә, құптамаймын. Бала өзінің бұл сахнаға шығып, өзі көрсеткеннің өзі ол жетістік, ақшасыз ақ. Ол ана баланың енді ойбай жоқ, бүйтпек, сөйтпек деп өзімізде сылтауды қай жағынан келсе де біз қазақтың тіл байлығы алып шығады ғой. Ойбай неге беріп жатсың? Жоқ, ол ынталандырып баланы ертең өскенде көресіздер ғой. Тап енді баланы түсінбейді ғой. Мен қарсымын. Ақша ақы беріп баланы жәрдем керек жоқ. Жақсы. Енді сіз бала кезіңізде өз қандай еңбек түрлерін үйрендіңіз? Ағаларыңыз болған шығар, әкеңізден? Әкем марқұм қатты сөз айтпайтын тұғын. Соғысқа қатысқан кісі, ол кісі қатты сөз айтпайтын. Бір қатты сөз естіген емеспін, сосын қол көтерген емес. Қызметте болған кісі, шеше ерекше, шеше айтады, шеше сөйлейді. Сосын негізі былай айтайын, өзі жас-жаспен ғой біз араларымыз. Негізі үлкен жұмсайды, үлкен үйретеді, үлкен көрсетеді, үлкен жұмсайды. Сол ағаларымыздың арқасында тек қана ата-ана емес, адам өзі еңбекке баулайды, кәдімгі шымырланады. Бұл енді жезден қалашық қол уақытта жаңағы малымыз болды, жер үйде тұрды. Айтып өттім ғой, қарың бар, суың бар. Қазір ғой дамыған заман, судың барлығы іште, қолжетімді іште. Ол уақытта водоколонка дейді, 500-400 метрде біреу тұрады, бір аудан. Барлығымыз шанамыз сүйретіп жазды арбамызбен. Бұның барлығы еңбек, одан малын суару керек, ол да еңбек, шөп керек, шөбіңді атып, оның барлығы адамның денесі шымырланады ғой. Бала кезіміз сондай еңбекке үйренгеннен кейін біз жұмыстан қашпаймыз. Енді байқап отырмын, осы дағдыларды өз балаларыңызға да қолданады екенсіз, жаңа сұхбат барысында айтып өттіңіз. Онсыз болмайды ғой. Иә, енді сол балаларыңыздың тағы да басқа қандай еңбек дағдыларын мақтан тұтасыз? Жұмыс саласында, қызмет саласында? Жаңа айтып өттім, үлкен ұлым менің экономист. Кіші ұлым студент. Үлкен ұлым жұмыстан кеш келеді, демалыссыз жұмыс істейді. Енді біз қарап отырып, ішің ауырады ғой енді. Не жұмыс болып кетті деп. Бірақ өзіне ақырын ғана сұрайсың, ақырын ғана, не болды, өзі бір демалыс алмайсың ба десе, жоқ, жақсы ғой екен. Істей беремін ғой. Соған өзім ішімнен көңілім толып, қуанып отырамын. Шаршадым деп айтпайды. Жоқ, шаршадым, мынау өзі жұмыс болмай кетті деп, ондай сөз естімеймін. Сол маған қуантады. Кіші ұлым жұмсағанда жоқ деп айтпайды, істей алмаймын деп айтпайды. Болды, істейміз. Барлығын. Бұл да енді өзің жұмсайсың деп шығып кеткеннен кейін мақтанасың ғой. Бәйбішем атады, бәйбіше. Бүйтіп шамалы қарап, көңілім. Бұл енді айтып отырмын ғой, әр баланың жүріс-тұрысы, жетістігі барлығы отбасынан. Үйден қалай тәрбие, кім не десе де үйден, ата-анасының тәрбиесінен. Бала солай шыңдалады дейсіз. Иә, әрине. Шынымен жауапкершілігімен, шыдамдылығымен соларын мақтан тұтасыз. Жақсы. Тұрсынбек аға, енді біздің сұрағымыз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі мазмұнды сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Сіздің өз отбасыңызда бала тәрбиесінде, жаңағы еңбекке баулу деп отырмыз, оның ішінде қандай ұстанымдар ұстанатыныңызды естідік.
оның бірі жаңағы қазіргі таңда уақытты тиімді пайдалану дедіңіз, әр отбасының өзінің бір ережесі болса дедіңіз, иә. Жаңағы ең бірінші осы балаға бағыт бағдар беруші ата-ана, сол ата-ана қандай үлгіде болса бала сондай болып өседі дедіңіз, иә. Қандай қалай жерді орсақ сонша жеміс аламыз дейміз ғой. Сол сияқты бала біздің айнамыз дейміз ғой. Яғни барлығы ата-анаға байланысты деп түйіндедік. Енді осындай жақсы сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, шақыртуымызды қабыл алып, үлкен бір пайдалы ақпараттар айттыңыз бізге, халық даналығын айта отырдыңыз оның ішінде. Енді көрермендерге ұнады деген үміттемін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Пікір қалдырып кетіңіздер.